Ресейлік тележүргізуші Владимир Соловьев бағдарламасына келген қонақтың Қазақстан Ресейдің келесі мәселесіне айналуы мүмкін деген сөзіне тағы да түсініктеме берді. Мен тым эмоционалды болғанды ұнатпаймын. Менің бағдарламамда Дмитрий Дробницкий Қазақстанда не бар екендігі туралы өзінің болжамын айтты. Бізде сөз бостандығы бар. Ер адам бұл мемлекеттік қызметкер емес екенін айтты. Ұнай ма жоқ па, Дмитрийдің өзінің көзқарасы бар, дейді Соловьев. Екінші сөзінде жүргізуші әртүрлі сарапшылардың көзқарастары жиі сәйкес келмейтінін айтты. Бұл пікір плюрализмі және сөз бостандығы деп аталады. Дей келе ол барлық көршілер мен стратегиялық серіктестіктерге құрметпен қарайтын және өзара келісімге үміттенетінін айтты. Бағдарламамыздың атынан Тоқаев мырзаға деген құрметіміз өзгермейді деп айта аламын. Егер біреуге алаңдаушылық тудыратын сөз бар сияқты көрінсе, өкінішке қарай кейде қызу талқылау барысында бәрі де болуы мүмкін. Бірақ біз Қазақстанды жақсы көреміз, Қазақстан басшылығын құрметтейміз және орыс-қазақ достығының маңыздылығын жақсы түсінеміз, дейді Соловьев.